Ассалаумағалейкум, қазақ елі, амансыздар ма? Біраз болды эфирге шықпағанымызға, өйткені Алматыға көшумен әлек болдық. Аллаға шүкір, ат басын Алматыға бұрып, қуаныстанып, барлық өз үй шаруаларын бітіргеннен кейін елді ар жақ бер жағына қарасақ, біздің Динара Егеубаева ханым Украинаға барып, біраз сапар шегіп келіпті. Барлықтарыңыз көз тігіп болып жатқан оқиғаны қарап отырсаңыздар, қаңтар оқиғасымен тікелей байланысты Украина соғысы, соның шиеленісі, соның шешімі бәрімізге де қызық. Енді Зеленскийдің, Украина президенті офисінің басшысы Михаил Подоляк пен Динара Егеубаеваның өткен сұхбатын көруге шақырамын. Сол жерде Подоляктың айтуы бойынша Украинадан кейін Қазақстанды күтіп тұр екен. Қазақстанда болуы мүмкін екен дейді. Соның қалай болғанын егжей-тегжейлін тыңдаңыздар, көруге шақырамын. Қазір Динара ханымның сол болған интервьюіне, болған сұхбатына сілтемені алдым. Сондықтан осы посттың астында, осы видеоның астында сол сілтеме болады. Кіріп қараңыздар. Бізді не күтіп тұр? Ертеңіміз қандай болады? Бізге де шынымен де сондай соғыс келу мүмкін бе? Ол сияқты соғыс келсе, біз өзімізді қалай ұстауымыз керек? Не істеуіміз керек? Не шара қолдануымыз керек? Соның бәріне сұрақ сол жерде болатын шығар, жауап сол жерде болатын шығар. Алға қазақ елі, жеңіс алда. Следующими странами, куда будет обязательно экспансия, еще раз подчеркиваю, это обязательно произойдет, будут Молдова, Грузия и Северный Казахстан. Вы должны это прекрасно понимать. С репутационной и с партнерской точки зрения сегодня любые попытки помочь России крайне невыгодны. Мы попытались выразить свое мнение в январе. Нас расстреляли по приказу нашего президента. К сожалению, многие правительства состоят из крайне примитивных субъектов, которые очень болезненно относятся к проявлениям разума. Инструментов, которые позволят это снять, к сожалению, общество не придумало, кроме одного — своевременно переизбрать тех, кто ходит в наушниках и в очках. Вот и все.